Сәлем достар, бүгін сіздерге мен тауықтың төс етінен жасалатын өте дәмді хит болған рулеттің жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видео соңында лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруыңызды сұраймын. Мен бүгін сіздерге бір ғана тауықтың төс етінен екі түрлі рулет жасауды көрсетемін. Ол үшін бізге 1 килограмм тауықтың төс еті керек болады. 4 жұмыртқа, 5-6 тіс сарымсақ. Екі түрлі рулет жасайтын болғандықтан, біреуіне қызыл болгар бұрышы, екіншісіне сушидің нори деген суши қағаз қажет болады. Ал дәмдеуіштерден тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш. Сондай-ақ бізге фольга қажет. Фольганың кез келген түрі жарайды. Ендеше іске сәт, ең әуелі етімізді сарымсақ екеуін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Видео басында айтқандай, бұл заттар менде 2 рулетке арналған. Егер де сіз бір ғана рулет жасайтын болсаңыз, осы айтылған заттардың жарты көлемін алып, бір рулетке қолдансаңыз болады. Етіміз дайын, ендеше жұмыртқамызды қосамыз. Бір рулетке 1 шай қасық тұз қосатын болғандықтан, 2 рулетке 2 шай қасық тұз, 2 шай қасық қызыл, қара бұрыштардан қосамыз. Осылайша жақсылап араластыруды бастаймыз. Жұмыртқалар толық сіңгенше осылай қолмен араластырып, ұрғылап, етімізді теңдей 2 бөлікке бөліп, жартысын фольгамыздың үстіне дәл осы видеодағыдай етіп жаятын боламыз. Мен сіздер үшін өзім жасап жүрген 6 түрлі рулеттің видеосын әзірледім. Бүгінге алғашқысы осы 2 түрлі куриный рулет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта қалған басқа да рулеттердің видеосын жүктейтін боламын. Мен мұнда рулеттің ұзындығын 30 сантиметр етіп алдым, себебі менің пешімнің листі 30 сантиметр. Бұл рулеттің түрін мен суши қағазымен жасаймын. Байқасаңыздар, мен суши қағазын фарш басталған жерден емес, сәл ортаңғы жаққа қойдым. Бұлай қоюдың қажеті жоқ, себебі оралған кезде суши қағаздар бір-біріне бетпе-бет келіп қалуы мүмкін. Сондықтан дәл осы әдіспен орасаңыздар, рулеттеріңіз өте әдемі шығады кесілген кезде. Осылай жай-жай орап, үстінен былай бір қолмен сипалап жүргізіп өтсеңіздер, арасында ауа қалмайды. Осылай орап, конфет тәрізді етіп, рулетіміздің екі шетінен буып, қысып қоятын боламыз. Рулеттеріміз шашылмай, әдемі қалыпта пісуі үшін. Екінші рулетімізді де дәл осылай фольга төсеп, етімізді салып, қолмен бір келгедіп, 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Рулеттің ұзындығы сіздердің пештеріңіздің, табаларыңыздың көлеміне қарай өзгертуіңізге болады. Менде табам 30 сантиметр болғандықтан, мен 30 сантиметр ұзындықта жаятын боламын. Етіміз дайын, ендеше ұзынша туралған қызыл болгарымызды ортасына қойып шығамыз.
Бұл рулетті де дәл бірінші рулеттегідей орап шығамыз. Рулетті 250 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің рулетіміз пісіп шықты. Енді фольгаларын алып, рулетімізді кәдімгідей колбаса кескендей етіп кесіп шығамыз. Бізде бұл норимен жасалған бірінші рулетіміз. Екінші рулетімізді ашамыз. Бұл бізде қызыл болгар бұрыш салынған екінші куриный рулетіміз. Кесілген рулеттеріңізді ассорти тарелкеңізге салып, дәл осылай ретпен кезегімен теріп шығасыз. Міне біздің кереметтей ассортиіміз дайын болды. Мен сіздерге бүгін тауықтың төс етінен жасалатын екі түрлі рулетті көрсеттім. Алдағы уақытта қалған рулеттердің де рецептісімен бөлісетін боламын. Рецептілерді алғашқылардан болып көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Егер рецепті ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.